арада бір апта өтеді. Жүр қызым, не аласың, соны ала қой, жарай ма? Ага. Стоп. Не стоп дейсің маған? Кет шар бұлай. Неғып біздің жолымызға кедергі болып тұрсың, а? Қағып өтем қазір. Жарайды. Мен надоелым шарын ғой өзің қызыңмен бірге. Біз қазір бақытты мүсір жатырмыз. Сендер сияқты анда экитажный прям үйде тұрып атқан жоқ біз. Біздің жағдайымыз жақсы сендерден қарағанда. Қашындаршы жолдан потом. Жүр қызым. Айға тұра ғой. Өзінше болады ғой. Жүр, мен саған киім алып берейін. Саған ертең операция болады. Сен оны түсінбейсің ғой. Жарайды, ертең бетіңе операция жасамыз, және шашыңды да жасату керек. Сен әйтпесе сен болмай бара жатырсың. Миыңа операция жасайды, сол кезде бәрі жақсы болып кетуі мүмкін. Сондықтан да жүре ғой қызым. Өзіне киім ала ғой. Сенің вкусыңды алдарский. Жарайды. Қаңқал қызым-ай. Мен өзіме осындай киімдерді ала берейінші. Қанша дегенмен өте әдемі көрінеді. Міне осы очкиді аласың ба? Той болып жүресің. Вау, менің қызым әдемі ғой. Жоным мұқты. Бұл қанша тұрады екен? Жарайды, саған алып берем ғой. Сенен аямайым ғой. Қазір үйге барып, ертең операция жасаймыз саған. Жарайды қызым, ол тым уайымдамай қой оған, саған тым сезілмейтін болады. Сен уже кішкене түсіне бастапсың ғой мені. Жүре ғой, төлейміз. Саламатсыздар ма? Бұл ақша қанша тұрады? 33 мың, себебі бұл ана Дубайдан келген, сондықтан да 33 мың теңгеге қойдық. Жақсы. Каспи бар ма сіздерде? QR Каспи бар ма? QR тұр ғой, карточканы төлеп берсеңіз болады. Каспидің QR-мен де төлеп берсеңіз болады, карточкамен де төлеп берсеңіз болады мына жерге. Каспи QR-мен төлей салайын, өздерінше кетіп бара жатыр ғой. Соны айтам да. Наяққа кіресіңдер ма, қыздарымыз спа салонға? Мен кірейін, шанашым. Жарайды, кіре ғой. Ой, тоқтасай, қума сен. Бұл жақтың есін шақырмайсың ба сен алдымен? Ой, бұл ұмыт кетіппін. Жарайды, қазір іздеп келем. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Спа салонның иесісіз бе? Менмін, енді не болды? Осы жаққа отырайық деп едік, бағасы қаншадан тұрады? Бұл жақ бізде тегін, скидкамен, негізі тегін деп айта алмаймын, ана шыққан кезде төлейсіздер. Өте күшті екен тогда. Онда мен қазір халатын киіп шығайын. То есть сіңіліміз екеуміз отырамыз, мама отырмайым деген. Ақшасын сыртта төлейсіздер, сіз орындықта отыра тұрасыз, күтіп. Ақшасын сыртта төлейсіздер. Маска барлығы бар, уходный заттардың бәрі бар, жасатып аламыз. Аңқау қызына аяқты деп кетуші еді, дірілдеп. Қызым бара қойында очкиіңді кейде, ана жаққа отыр дәрі ма? Мен продуктлар, сенен шаш кеттің бе? Жүй ғой. Ням-ням. Ням-ням ғой. Маған жұмысқа кіру керек еді. Ақшамда тасылып кетті. Продуктыда аз қалды ғой. Бұлар тәттілерді жей ғой, потом біткен соң тағы берем, жарай ма? Ертең сен операцияң болады, соған ақша керек. Оны қайдан табам? Бір солмаған ойым болды ғой. Енді не істесем болады? Әкесі ойланып отыра шкафты ашайын деп көріп, сояқтан ақша табылады. Ақша? Ура! Наконец-то ертең қызыма жететін болды ғой. Ертең оның ең алғашқы операциясы болады. Сосын миісте кетті екен.
екі қызымнан, әйелімнен де айырылдым. Ал міне осылайша күн де өтіп жатыр. Негізі оларсыз өте қиын екен.